Бүгін ақпанның 15-і. Кеше ғана жылдың басы еді. Міне 12 айдың 1,5 айы өтіп кетті. Кейде осы ойланамыз. Не деген қауырт тіршілік болып кетті ол. Бір тапсырманың үстінен тағы тапсырма, оның үстінен тағы. Біреуін бітіріп жатсаң, екіншісі келіп жатады. Жалпы осының бәрін орындап жатқан кезде өміріңнің бәрі қасыңнан өтіп бара жатқандай болады. Біз қашан өмір сүреміз сонда? Қашан бақытты боламыз? Өткен жылы әкем жаман аурумен ауырып қалды. Бір жылдың ішінде 5 ота, химия, лучевая терапия, тонналаған дәрілер. Кеше ғана ойнап күліп жүрген әкем бір жапырақ болып қалды. Бұл өте қиын жағдай, өте ауыр. Сол қиын жағдайда қандай проблема, үй, машина, өзінің жеке проблемаларын барлығы маңызды емес болып қалады. Ең маңыздысы әкем. Сонымен бір жыл бойы аурумен күресіп, қайтып келген әкем дастархан басында отырғанда былай деді: еш жерің ауырмай, күндіз жұмысқа барып, кешке жақындарыңмен шай ішіп, әңгіме айтқаннан асқан бақыт жоқ екен. Бұл нағыз өмірдің өзі екен. Сонымен, құрметті көрермен, дәл қазір сіздің деніңіз сау ма, бас аяғыңыз аман ба? Ондай болса тірлікке кірісеміз. Дәл қазір бақытты боламыз, дәл қазір өмір сүреміз. Біріншіден, күндіз істеп жатқан жұмысымыздан, оқып жатқан оқуымыздан ләззат аламыз. Тіпті басқалардан жақсырақ істейміз. Ол үшін өзімізді дамытамыз. Ұнамай ма? Басқа жұмысқа ауыс. Сол жерде бағалы профессионал бол. Мен біреуге істеп жатырмын деп емес, өзіме істеп жатырмын деген принципті боламыз. Айналаңызға қараңыз. Ең мықты жұмыс істейтін, немесе ең жақсы сабақ оқитын кім? Соған ұқсауға тырысыңыз, тіпті одан асып кетуге тырысыңыз. Мақсат бірінші болуды емес, бұл тек қана мотивация. Мақсат профессионал болуда. Егер профессионал болсаңыз, онсыз да бірінші болуыңыз ықтимал. Екіншіден, кешкісін жақындарымызға көңіл бөлеміз, қоңырау шаламыз, серуендейміз, бірге спортпен шұғылданамыз, күлеміз, ойнаймыз. Солардың әңгімесін тыңдаймыз, қамқоршы боламыз. Оларға жылы мейірім мен күлкімізді, махаббат пен бақыт сыйлаймыз. Сонда сізге де жақындарыңыз бақыт сыйлайтын болады. Қорықпаймыз. Кішкентай қадамдардан бастаймыз. Қорқыныш басында дәу, үлкен сияқты болып көрінеді. Бірақ сіз кішкентай қадамдарды жасасаңыз, сіз күшейе бастайсыз. Кішкентай қадам осы бізге керегі. Уақытты жоғалтпаймыз. Біз бүгін бақытты боламыз. Біз бүгін өмір сүреміз.